Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен өте оңай әрі бір жасағаннан шығатын рулет жасайтын боламыз. Арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен осылай жұмыртқаны сарысынан ағынан бөліп алатын боламыз. Ағына бөліп алған ыдысымыз өте құрғақ болуы қажет. Осылай сарысынан ағынан бөліп алғаннан кейін шекеріміздің жартысын салып араластыратын боламыз. Одан кейін үстіне сүт құйып тағы да араластырамыз. Сұйық майымызды құйып тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Осылай миксермен үстіне шекерді аз-аздан салып отырып, миксердің ең аз жылдамдығынан жайлап көтере отырып, ең жоғарғысына дейін апаратын боламыз. Миксерімізде өте құрғақ болуы қажет, қыздар. Әйтпесе бізде осындай көпіршік пайда болмайды. Осылай қоймалжың болып ыдысты төңкергенде түспеуі қажет. Енді сарысыны жақсылап миксермен кішкене аппақ болып көпіргенше араластыратын боламыз. Осылай көпіргеннен кейін үстіне осы ақ салмамызды салып, астынан жоғары қарай араластыратын боламыз. Барлығын бірден араластыруға болмайды, әйтпесе бізде рулет көтерілмей қалады. Осылай барлығы біркелкі болғаннан кейін ұнымызды аз-аздан бөліп салып отырамыз. Мен ұнға бұл жерде қопсытқышты қосып қойғанмын. Бәрін бірден салуға болмайды. Аз-аздан бөле отырып, астынан үстіне қарай жаймендеп араластыратын боламыз. Осылай барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырғаннан кейін формамызға құятын боламыз. Формамызға осылай барлығын құйып, шет-шетін тегістеп, формамызды бір-екі рет қағып жіберсек, барлығы біркелкі тегіс болады. Міне қыздары, пештен менде осындай болып шықты. Пергаментке немесе осындай шашыққа сіздер қойсаңыздар болады. Өйткені біз қазір орау қажетпіз. Осылай жаймендеп астындағы пергаментті шешіп алатын боламыз. Осылай шешіп болғаннан кейін шашықпен осылай орап қоятын боламыз, формасын сақтау үшін. Осылай 2-3 минут тұрғаннан кейін ашып, арасына өздеріңіз қалағанша салмаларыңыз сала берсеңіздер болады. Менде үйде тек сгущенка болды. Сол үшін мен сгущенка жақтым. Сіздер крем істеп қойсаңыздар болады, өте биік көтеріліп әдемі болып тұрады. Немесе осылай тосап жақсаңыздар да болады. Бір жасағаннан шығады, өте керемет, дәмді болып шығады. Осылай тосапты жағып болғаннан кейін орап қойып қоятын боламыз. Осылай артық болып тұрған екі жанын алып тастап, үстін әсемдесеңіздер болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша шоколадты ерітіп қойдым. Өте әдемі көрініс береді. Міне қыздар, біздің рулетіміз дайын. Арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жібек, мені көргендеріңізге рахмет.